Мен әкемді ешқашан көрген емеспін. Ес білгелі анамның шаршаған жүзін, түні бойы ұйқысыз түндерді, үйге ерте келмейтін ағамды ғана көрдім. Анам бізді жеткізем деп жанын шүберекке түйіп жүріп, өз өмірін ұмытып кетті. Ешкімнен кем болмай өссін деп жұмыс таңдамады. Қолынан келгеннің бәрін істеді. Әр күні таң атысымен беті қолын сүртіп, асығыс киініп, күнделікті нан тауып келуге аттанатын. Ал үйге оралғанда күлімдеп, бізге еш нәрсені сездірмейтін. Ағам 10 жасқа үлкен еді. Ол әкенің жоқтығын сезінбеу үшін үйдің үлкені болудың жауапкершілігін мойнына алуға тиіс болатын. Бірақ оның санасы мүлде басқа нәрсеге байланып қалғандай еді. Анамның терінде, жанкешті еңбегінде түсінбеді. Бала берсең сана бер деген сөздің мағынасын мен ағамды көрген сайын тереңірек ұқтым. Ол кішкентай кезінен бәріне дайынға үйреніп қалған еді. Анам тапқанын алдына қойып, киімін жуып, тіршілігін істеп жүрді. Ал ағам ештеңе істемесе де бәрі оған дайын болатын. Бәріміз балалықтан өттік. Мектепті бітіріп, өз орнымды табуға талпындым. Бірақ ағам сол баяғы қалпынан өзгермеді. Уақыт өте келе анам қартайды. Қаншама қиындық көріп, денсаулығы сыр берді. Бірақ ағам ол бөтелгенмен достығын үзбеді. Өз өмірінің мәнін сол жерден іздегендей. Әке орнына, әке болудың орнына анамызға сүйеніп, тек тұңғиыққа батып бара жатты. Анамның жанары мұңға толы еді. Бірақ ол ешқашан мұңын сөзбен айтпайтын. Балапаным, сен тек сабағыңды оқы, қалғанын өзім білемін дейтін. Ал менің жанымда өз өмірінің жауапкершілігін сезінбейтін ағам болатын. Көзіме жас келген сайын анама қарап шыдамдылыққа үйрендім. Өйткені бізге жалғыз демеу болар жан анамыз ғана еді. Ағамның әр қателігі жанымды ауыртатын, бірақ мен оны өзгертетіндей күштің өзінде жоқ екенін түсіндім. Әркім өз өмірінің жолын өз таңдайды екен. Анам болса әлде ағамның түзелетініне сенеді. Ал мен сол сенімнің жалған екенін сезінсем де, анам үшін үмітімді жоғалтпауға тырысамын. Жылдар жылжып өтіп жатты. Мен өсіп, оқуды бітірдім. Қалада өзіме жұмыс тауып, анамды ауылда қалдырып кеткім келмеді. Оны қалай жалғыз тастаймын? Өзгелер секілді білім қуып, еркін өмір сүру бақыты маған бұйырмағандай көрінетін. Анамның иығындағы ауыр жүкті жеңілдетуге тырыстым. Бірақ бар тапқанымды анама әкеліп, ағамды түзетуге тағы да тырысатынмын. Бірақ оны қайта-қайта сүрініп жүрген жерінен тұрғызу шаршатып жіберді. Әр әңгімеміз түсінемін, бұдан былай ішпеймін деген сөздермен аяқталатын. Бірақ нәтиже сол баяғы қалпы еді. Кешкілік жұмысымды бітіріп, үйге келгенде анамды терең ой үстінде көрдім. Оның шаршаған жүзінде әлде бір үміт оты сөнбей тұрғандай еді. Қызым, ағаңды сыртқа тастама деді бір күні. Дауысы сыбырлағандай әлсіз шықты. Ол да менің балам. Оның ішкі дүниесінде не болып жатқанын ешкім білмейді. Сен білесің бе? Әкең де дәл солай ішімдікке әуестенген еді. Мен онымен күрестім, бірақ ол өзін жеңе алмады. Ағаңның да ішінен әлде бір өкініш шығып жатқандай сезілемін. Тек бізден алыстап кетпесе болғаны. Осы сөздер анамның ішінде қанша жыл тұнған сыр бар екенін ұқтырды. Әкем мен ағам бір тағдардың екі беті іспетті. Бірақ мен ол жолды қайталамауға бел будым. Өз өмірімнің басқаша болатынына, ағамды да өзімді де құтқаруға болатынына сендім. Бір күні ағам үйге мас болып оралды. Бұл жолы ашуланғаным сонша шыдай алмай айқайлап жібердім. Бар өкпе ренішімді төгіп салдым. Анам екеуміздің көз жасымыздың арасында ағам үнсіз ғана басын төмен салды. Сол түні ол алғаш рет маған бар сырын айтты. Әкемнің өлімі, анамыздың тартқан азабы, өзінің әлсіздігі бәрін тұншықтырып тастағанын мойындады. Сенің дұрыс жолда жүргеніңді көріп, кейде өзімнен ұяламын, бірақ бәрібір қайтадан сол жерге барамын. Ішімдегі бос кеңістікті қалай толтыруды білмеймін, деді ол. Мен ол сөздерді естіп, ағамды жек көруден гөрі аяп кеттім. Ол да адам ғой. Өз жүгін көтере алмаған әлсіз адам.
Ол тасты басқышта емес, жүк қылып арқалап келеді екен. Сол күннен бастап анам екеуміз ағамды құтқарудың жолын іздей бастадық. Анам бәрін дұрыс болсын деп істеді. Ол ағамды өзгертудің, оған жауапкершілік жүктеудің жалғыз жолы отбасы құру деп сенді. Туыстары арқылы бір жақсы қыз тауып, келісім жасап, ағама үйлендірді. Анамның сол күнгі қуанышын көрсеңіз ғой. Міне енді бәрі жақсы болады. Ұрпақ сүйіп, дұрыс жолға түседі деп көзі жайнап жүрді. Қалыңдықта жаман емес еді. Сыпайы, сабырлы, ақылды қыз екен. Жүрегінде аздаған күдік болса да, анама қарап бас тартпады. Мүмкін бәрі өзгерер деп, өзінің бақыты мен тағдырын ағама сеніп тапсырды. Үйлену тойы ауыл ішінде үлкен дүркіреп өтті. Анамның еңсесі тіктеліп, жиналған қонақтарға үмітке толы көзімен қарап, ағамды мақтап жүрді. Бәрі артта қалды. Енді менің ұлымның да отбасы бар деп ақ дастархан басында жұртқа мақтана сөйледі. Мен анамның бұл үмітін қия алмай, іштей үнсіз ғана дұға еттім. Алайда тойдың ертеңіне ақ ағамның ескі әдеті қайта басталды. Жаман су ішуін тоқтатқан жоқ, ал жас келін өз тағдырын түсініп үнсіз отыра берді. Оның мұңды жанарын көрген сайын өзімді кінәлі сезінетінмін. Мен осы үйде отырып ақ барлығын түзетуге тырысамын деп іштей бәрін бақылап жүрдім. Бірақ уақыт өткен сайын оның шыдамы азайып бара жатты. Күндердің күнінде келін бөлмеден шығып, енесіне қарап, «Апа, мен бәрін түсінемін, бірақ бұлай өмір сүру өте қиын екен. Менің де бақытты болғым келеді» деп айтты. Анам оның көзінен жасын көріп, не дерін білмеді. Ол да бұл жағдайды жүрегінен ауыр қабылдайтын. Бірақ ағам үшін бәріне көніп жүргені анық еді. «Балам, сен шыдай тұр. Мүмкін уақыт өте келе бәрі түзелер», деді анам үні дірілдеп. Бірақ уақыт түземеді. Келін шыдады. Бірақ ағам өзгермеді. Керісінше жаман суға салынып, бар ашуын үйден шығаратын болды. Үйдің іші ауыр үнсіздікті басты. Анам қартайған сайын өзін кінәлі сезініп, барын жасады. Ал мен сол уақытта ағама деген ашуымды іштей тұншықтырып жүрдім. Ол да адам дейтін анам әрдейім. Біз оны түсініп қолдауымыз керек. Бірақ бұл қолдаудың шегі қайда екенін білмейтіндей едім. Анамның жүрегі жарылмаса болғаны, ал келіннің жүзі күннен күнге солғын тартып, көп замай киімдерін жиып кетіп қалды. Ағам мен жеңгем ажырасып кеткелі ағам көп ішетін болып кетті. Тіпті көшедегі алқаштарды үйге жинап алып, апталап тойлататын болып жүр. Анамның тайт дегеніне ығатын ол жоқ. Әкеміз дүниеден ерте өтіп кеткен. Ол бізге әке орнына әке болып, анамның бір жағына шығудың орнына өзін өзі қор қылып бітті. Жеңгемен араларында не жағдай болғанын нақты білмеймін. Бірақ меніңше ащы судың кесірінен отбасынан айырылып отыр. Ағам ішіп алған сайын мені құшақтап жылайды. Кейде тіпті аяп кететінмін. Жеңгемді сағынатын шығар деп жүрсем, оңбаған ағам көкірегіме қол жүгіртіп, екінші қолымен астымды сипалады. Қорқып кеттім. Айқайлайын десем, ағам аузымды лас қолымен басып, «Түш, анамыз естісе, жүрегі жарылып өледі. Үндеме, мен саған тиіспеймін. Тек бұлтиған қосанарыңды ұстатып тұрсаң болды» деді. «Ештеңе істемеймін» деп жұбатты. Күйеуге тиетін шағымда ағамның істегені жаныма батып барады. Анамды тастап та кете алмаймын. Маскүнем ағамды тастап кетейік десем, анам ұлынан бас тарта алмайды. Бір күні анам қатты ауырып жатып қалды. Сол кезде ағам бөлменің сыртынан құлыптап, мына бөлмеде тамақ істеп тұрған мені құшақтады. Екінші қолымен үңгіріме қол салды. «Аға, олай жасамашы» деп жалындым. «Тыныш, анамыз оянып кетеді. Қорықпа, мен істемеймін ешнәрсе» деді. «Жай өзімді қанағаттандырсам болды» деді. Қолымен ұстап, ылғалдандырып бір кезде мені жатқызды. Шыдамай кеткен мен «Жасашы» деп жалынғандай болдым. Ағам бірақ ол нәрсені жасамады. Тек қолмен ұстады. Бірақ сол түннен соң қатты ұяламын және ағамды жек көремін. Көп ұзамай тұрмысқа шығып кеттім. Анамды тастап кеттім. Ағаммен тұрып жатыр. Бірақ күйеуім ағам сияқты маған сыйлаған емес. Бір күні үйді ақтап беремін деп үйге келдім. Сол күні анам қонаққа кетті. Ағам жаман су ішпеген. Артымнан келіп ұстап, «Мені сағындың ба?» деді. Мен сезімге беріліп ағама жапса кеттім.
Сол күні анам келем дегенше ағам екеуміз біраз айналыстық. Енді сезімге батып күнә жасап жүрмін. Соңғы кезде күйеуімнен ажырасқым келеді. Жаман су ішетін ағамның арғы жағы үшін бәрінен бас тартуға дайынмын. Жақында үйге тағы келдім. Анам ауырып емханаға жатты. Сылтауым анамның киімдерін жуамын деген. Күйеуім вахтаға кеткен. Бір жағынан енеммен сөзге келіп, анамның үйінде 10 күнде жатып алдым. 10 күн ішінде ағаммен әбден болдым. Бір айдан соң жүкті болдым. Ешкімге айтпай алдырғым келеді. Күйеуімнен емес екенін білем. Енді не істесем екен? Акушер ақша сұрап тұр. Ондай ақшаны табу мен үшін қиын. Заңсыз түстік екенін акушер біліп көп сұрап жатыр. Өз ойларыңызды жаза кетсеңіздер.